Енді Жансая туралы айтатын болсам, Жансаяға мен 10-11 сыныптарда қазақ тілінен сабақ бердім. Енді Жансая қандай оқушы болды? Жансая көп өзгере қойған жоқ деп айтам. Қазіргі оның болмыс бітімі сол кішкентай оқушы сыныптан бастап өзі осындай бір көңілді, ашық мінезі, жайдары, кез келген ортаға сыйымды, әзіл оспа, қалжыңы, әлі қалмаған, қазірде де осындай қалпында, дәл сондай оқушы болды. Жансая берілген тапсырманы уақытында орындайтын, не нәрсеге де жауапкершілікпен қарайтын. Сосын деген Жансаяның бір байқағаным, оның деген есте ұстау қабілеті, бір айтқанды бірден ұғып алатындығы. Ол онша көп жаңағыдай деген күндіз түні оқып, солай жақсы оқушы болды деп айта алмаймын. Оның жаңағы ұстаздың болсын, кез келген кісінің, мысалы деген кез келген пән жаңағы мұғалімінің айтқанын тез қабылдап, соны бұлжытпай өзіңе қайттан сол қалпында айтып бере алатын қабілеті болды. Яғни сол кезден бастап бұл баланың енді бұндай айтыскер ақын болатындығын ондай ойлағанымыз жоқ. Бірақ сол педагогикалық лицейде әр түрлі шаралар ұйымдастырылады ғой енді, әр түрлі мерекеге орай. Сонда жаңағы деген шағын өлеңдерін шығарып, ұстаздарына арнап өлең шығарып, өзінің сыныптас жаңағы деген құрбыларына өлеңдерін шығарып, сол кештерде оқып жүрді. Сосын әртүрлі деген жаңағы кейіпкерлердің мысалы деген образдарын сомдайтын жерлерде осы Жансая сондай бір әртістік қабілеті де бар сияқты. Сол бала кезінен өзі ерекше сыныптағы оқушылардан ерекше оқушы болды деп айта аламын.